Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер, көгілдір экранға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы еліктеу сөз. Өте жеңіл тақырып, бірақ ұбт-да өте жиі кездесетін тақырыптардың бірі еліктеу сөз. Еліктеу сөз аты айтып тұрғандай, кез келген дыбысқа еліктеу, еліктеу деген сөздің мағынасы бір нәрсеге қарап, соны қайталауға тырысу ғой. Мысалы, айтып жатады ғой, бір әншілер еліктеп жатады бір-бірлеріне, бір-біріне ұқсағысы келіп, адамдар басқа бір адамдарға қарап еліктеп жатады, сол адамға ұқсағысы келіп, соның әрекеттерін жасамақшы болып, бірақ та тура ол сияқты шықпайды, жай ғана ұқсағысы келеді біреуге, бір нәрсеге. Сол сияқты еліктеу сөзде тура ол затты айта алмаймыз, бірақ та сол затқа, сол дыбысқа еліктейміз, ұқсатуға тырысамыз. Мысалы, еліктеу сөз дегеніміз, кез келген зат болсын, кез келген дыбыстар, заттардың бір-бірімен соқтығысынан пайда болған дыбыс, немесе даладан естілген дыбыстар түрлі, адам құлап қалғанда естілетін дыбыс, кез келген айналадағы дыбыстар, немесе кез келген айналамыздағы көріп тұрған бейнелеріміз, бірақ ол бейненің, ол дыбыстың нақты атауы жоқ болғандықтан біз сол дыбысты қайталамақшы боламыз. Яғни сол дыбысқа еліктейміз. Мысалы, қолымдағы мынау телефон жерге түсіп кетсе, немесе қалам жерге түсіп кетсе, қандай дыбыс шығады? Біз ол дыбысты айта алмаймыз ғой, сөзбен жеткізе алмаймыз. Ол дыбыстың әріптері жоқ. Сол себептен біз адамдар өз ойымен сөздер құрастырып алған, сол дыбысқа еліктеу арқылы. Қалам құлап кеткенде бізде тарс еткен дыбыс шығады. Бірақ ол тарс деп құламайды, ол жай ғана дыбыс шығарады. Сонда біз еліктеу сөз дейміз. Тарс етті, немесе үлкен бір зат құлап қалса, ол гүрс еткен дыбыс шығарады. Яғни гүрс етті дейміз. Егер де екі рет, мысалға даладан бір ғана дыбыс емес, бірнеше дыбыстың дауысы естілсе, екі нәрсе құлап қалса, онда тарс гүрс ете қалды бірдеңе дейміз, Яғни екі дыбысқа екі түрлі еліктеу сөзді қолданып тұрмыз. Осының бәрі еліктеу сөз екен. Тек қана дыбыс емес, жаңа айтып кеткенімдей, бір дененің, бір құбылыстың, бір адамның жүрісінің бейнесін де біз еліктеу сөзге жатқызамыз. Мысалы айтатын болсақ, найзағайға қараймыз, найзағай дыбыс шығарады. Дыбыс та ол еліктейміз, оның дыбысын біз адамдар сөзбен жеткізе алмағандықтан шатыр-шұтыр етті дейміз, немесе ол дыбысына еліктеу, ал егер де біз оны көріп тұрсақ, көріп тұрған бейнені біз оны жарқылдағанын айта алмаймыз ғой, сондықтан да найзағай жарқ-жұрқ етті дейміз, әр жерден. Бірақ жарқ-жұрқ деген сөз негізі сол бейнені еліктеуден пайда болған сөз екен. Немесе адам кетіп бара жатса, майысып кетіп бара жатса, қиқан етіп кетіп бара жатыр, қиқаландап кетіп бара жатыр дейміз, осының барлығы, яғни негізі алып қарағанда мағынасы жоқ, бірақ олар адамдар сол сөзді жаңадан сөз туындау арқылы, осы бейнеге, осы дыбысқа қатысты сөздердің туындау арқылы жаңа сөздерді шығарып алған. Енді осы еліктеу сөз, мысалы жаңа айттым, гүрс, дүрс, тарс, тырс, жалт, күрт, морт, қисан, бұрқ. Осының барлығы еліктеу сөз бола тұрған өзінде де мағынасы былай қарасан, жеке алып қарасам, мағыналар жоқ болса да, бұларға да қазақ тілі барлығына жалғаған жақсы көреді, қазақ тілінде жұрнақсыз, жалғаусыз сөз өте аз. Жоқтың қасы десектен болады. Сондықтан да осы мағынасыз сөздердің өзіне де бізде жұрнақтар жалғанады екен. Және көмекші етістік жалғанады. Көптеген еліктеу сөздер көмекші етістігі арқылы жүзеге асады, іске асады, жазылады, айтылады. Ет деген ол сіздер ойлап тұрған ет емес, біз барлығымыз ойлап тұрған ет тағамы емес, ол көмекші етістік. Яғни
дұрыс деп айтпаймыз, даладан дұрыс деп айтпаймыз. Бізге міндетті түрде көмекші етістік қажет. Дұрыс етті, дұрыс еткен дыбыс шықты деген ет көмекші етістігін қолдану арқылы іске асырады екенбіз. Және де бұл еліктеу сөздерге жұрнақтар жалғану арқылы ол сөз табы бола алады. Сөйлем мүшесінде ол өзінің бір атқаратын қызметі бар бұларында. Бұларға да сұрақ қоя аламыз, сондықтан да, мысалы, егер де осы еліктеу сөздерден біз сіздермен зат есім жасайтын болсақ, онда іл, іл, ыл, лы сияқты бізге жұрнақтар қажет. Мысалы, гүрс дедік, гүрс етті не істеді? Қандай дыбыс шықты? Гүрс еткен дыбыс шықты, тағы басқа. Ал егер зат есім тудыратын болсақ, осы гүрс деген сөзден біз гүрсіл, міндетті түрде бізге жіңішке сөзге, жіңішке жұрнақ жалғанады. Дауыссыз дыбыстан аяқталып тұрғаннан кейін жұрнақ бізде дауысты дыбыстан басталады. Және екеуін қосқанда бізде гүрсіл, гүрсіл деген сөз шығады, Гүрсіл не? Не деген сұраққа жауап береді? Демек, ол зат есім. Яғни еліктеу сөз бізде зат танып тұр. Еліктеу сөзден зат есім туындап тұр, Әл жұрнағы арқылы. Тарсыл, тырсыл, тағы басқа. Енді барлығына жалғанбайды, бірақ көп жағдайда жалғанып, біз одан еліктеу сөзден зат есім жасай алады екенбіз. Сонымен бірге еліктеу сөзден зат есім жасадық, және еліктеу сөзден туынды етістік те жасай аламыз. Ол қандай болуы мүмкін? Ыра, іре, жұрнақтар арқылы жасалуы мүмкін. Мысалы, еще да бар. Де. Мысалы, күркіре. Не істе? Күркіре. Немесе күн күркіреді дейміз. Бұл жерде де бұл етістік. Яғни бізде еліктеу сөзден туынды етістік пайда болып тұр. Жаңа сөз туындап тұр. Тағы да басқа мысал келтіретін болсақ, мысалы, күркіре, жарқыра деп айтса да болады, жарқыра, бұрқыра десе де болады. Яғни ыра, ре, да, де жұрнақтардың көмегі арқылы біз еліктеу сөзден туынды етістік дүниеге келеді екен, пайда болады екен. Сонымен бірге тек қана туынды етістік және туынды зат есім емес, екеуі де бірге пайда болатын сәттерде болады. ұбт-да байқасаңыздар, сондай сұрақтар келеді. Еліктеу сөзден туынды зат есім немесе туынды етістік, немесе туынды зат есім және етістік пайда болатын нұсқаны, немесе туынды зат есім және етістік туындаған нұсқаны белгілеңіз деген ұбт-да жиі кездесетін сұрақтардың бірі бар. Бұл жағдайда қалай істейміз? Екі жаңағы мен айтқан жұрнақ бірігіп жалғанып кетеді. Мысалы, тар түбір болып саналса, тарс түбір болып саналса, тарсыл бізде зат есім болып кетеді, туынды зат есім болып кетеді, және да жұрнағын қосқанда тарсыл да. Демек, бұл жерде түбірі тарс болып тұр, ыл, да екеуін қосу арқылы, яғни туынды зат есім, туынды етістік те бола алады екен. Егер де ондай сұрақ кездесіп жатса, сіздерде міндетті түрде осындай жұрнақтарға назар аударасыздар. Әрқайсына жеке сұрақ қойып табуға болады. Жақсы. Немесе қисан деген сөзді алып қарасақ, қисан. Қисалан да дейміз, қисан, қисаланда, тағы басқа. Немесе морт, морт шайнап отыр дейміз, мортыл да.
мұртылдап деп айтамыз. Иә. Яғни еліктеу сөзден біз туынды зат есім, туынды етістік, сонымен бірге туынды зат есім және етістікті дүниеге алып келе аламыз. Жақсы. Келесі, еліктеу сөз барлық қазақ тілінде, барлық қазақ тілінде деппін ғой, қазақ тілінің барлық ережесінде еліктеу сөз бізде кез келген ереже бізде екіге, негізгі және туынды болып бөлінеді. Яғни тұлғасына қарай еліктеу сөз де негізгі және туынды болып бөлінеді. Негізгі еліктеу сөз өздеріңізге белгілі, негізгі еліктеу сөз ешқандай түбірсіз, ешқандай жұрнақсыз, жалғаусыз, тек қана түбір. Мысалға, тарс деген сөзде, тарс деген дыбыста бізде негізгі сөз болып табылады. Бұл түбір. Ешқандай ыл жоқ, ешқандай да жоқ, тарсылда. Оларсыз бұл түбір, бұл негізгі еліктеу сөз болып табылады. Ал егер де туынды еліктеу сөзге келетін болса, мысалы, адамның бейнесін қарасақ, ақсақ адам, аяғының кемістігі бар адамдар, ақсандап жүретін адамдарға ақсандап кетіп бара жатыр дейді. Ондай негізі ақсақ деген сөз бар, бірақ ақсан деген сөз жоқ қой. Бірақ ол еліктеуден, яғни бейнелеуіш сөз, біз оның бейнесіне қарап, оған еліктеп, сондай сөз шығарып тұрмыз. Демек, ақсан, ақса, ол түбір болып саналса, ақсан бізде туынды еліктеу сөз болып саналады екен. Тағы да мысал келтіретін болсақ, мысалы, бір нәрсеге сондай бір довольны дейді ғой орыстарда, күлгенде ыржиып отырамыз, ыржи деген сөз пайда болған осы еліктеу сөздің арқасында. Ыржи. Яғни осыдан біз туынды сөз жасайтын болсақ, ыржындап отыр, ыржындама деген туынды сөзді айтсақ болады. Сосын мысалғыда қисан деген сөз болса, қисаландап дейді. Қисан, түбірі қиса, жұрнақ арқылы бізде туынды еліктеу сөз дүниеге келіп тұр. Яғни туынды еліктеу сөзді жасайтын жұрнақтар ан, ен, ін әріптері екен. Жақсы. Тұлғасына қарай еліктеу сөз бізде негізгі және туынды болып екіге бөлінсе, бұл жерде өте жеңіл, бұл жерде ешқандай да менің ойымша түсінбейтін нәрсе жоқ. Енді құрамына қарай зат есім, сан есім, сын есім сияқты еліктеу сөз де дара және күрделі болады. Дара дегеніміз ол бір ғана сөзден құралған зат есім, күрделі дегеніміз екі немесе одан да көп сөзден құралған еліктеу сөз. Мысалы, жаңағы айтып тұрғанымыз тарс, тағы да айтайын, тарс бір ғана сөзден құралған, демек бұл дара. Гүрс бір ғана сөзден құралған, демек бұл да дара еліктеу сөз, немесе жалт етті, жалт бір ғана сөзден құралған, бұл да дара еліктеу сөз. Күрделі еліктеу сөз көп жағдайда қос сөз сияқты бізде жаңағы еліктеу сөздерді екі рет қайталап жатамыз. Ол дыбыстың бірнеше рет шығуына байланысты, немесе екі рет шығуына байланысты, немесе тағы да мысалға айтқанда бейнелегенде, мысалға қисан етіп кетіп баратыр дейміз, қисан деп айтамыз, немесе жаңағы тамақ, ет қайнап жатқанда, немесе шай қайнап жатқанда бұрқ етіп қайнап жатыр дейміз. Яғни екі сөзден құралса, бұрқ, яғни екі сөзден құралып тұрса, ол күрделі еліктеу сөз болып табылады, немесе тарс, гүрс екі сөз, немесе жалт, жұт екі сөз. Яғни екі сөзден құралса, ол күрделі еліктеу сөз болып табылады. Бұл жерде артық ештеңе айтудың дағы басқа қажеті жоқ. Сонымен еліктеу сөз біз
тұлғасына қарай негізгі және туынды деп қарастырсақ, құрамына қарай дара және күрделі деп екі топқа бөліп қарастырдық. Әр қарай еліктеу сөздің негізгі екі бөлігіне келеміз. Негізі ұбт-да жиі кездесетін сұрақ, еліктеу сөз неше топқа бөлінеді? Сол кезде сіздер естеріңізге жаңағы негізгі, туынды, дара, күрделі барлығын еске түсіріп 4 немесе 6-ға бөлінеді деп жүрмеңіздер. Еліктеу сөз негізі 2-ге ғана бөлінеді. Ал құрамына қарай немесе тұлғасына қарай деген бұл жерде саналмай кетеді, егер ұбт-ның сұрақтарына келетін болсақ. Яғни әрқашанда бірақ та назар аудару керек сұраққа, ол жерде жазу мүмкін тұлғасына қарай, немесе мағынасына қарай деп. Ал жалпы сұрақ болса, еліктеу сөз нешеге бөлінеді десе, онда сіздер тек қана 2-ге бөлінеді деген жауапты көрсетесіздер. Сосын тағы да жиі қателесетін оқушылардың ұбт-да жиі қателесетін жері, ол еліктеу сөз бен еліктеуіш сөзді шатастырады. Еліктеуіш ол еліктеудің құрамына кіріп кетеді екен. Яғни еліктеу сөз деп отырғанымыз ол бейнелеуіш те, еліктеуіш те сөздер жалпы. Ал еліктеуіш ол тек қана дыбыстарға еліктеуден пайда болған дыбыс, яғни сөз, туындаған сөз. Осыдан шатаспаңдар, еліктеу және еліктеуіш. Яғни іш деп аяқталады, бұл еліктеудің құрамына кіреді. Еліктеу 2-ге бөлінеді, мағынасына қарай еліктеуіш және бейнелеуіш деп. Жаңа оны сабақтың басында айтып кеттім. Еліктеуіш деп отырғанымыз дыбыстарға еліктеуге байланысты туындаған сөз, Мысалы, жаңағы мысалды қайтып келтірем, қаламның құлап қалса тарс етеді, телефоным құлап қалса телефон салмағы ауырлау болғандықтан ол гүрс етеді, екеуі бірге құраса тарс гүрс етеді. Яғни осыған байланысты, дыбысқа байланысты. Немесе 2 стақанды соғыстырып жүрген кезде, тырс еткен дыбыс шығады. Яғни оның барлығы еліктеуіш сөз болып табылса, бейнелеуіш деген біз бейне арқылы пайда болатын, біз оны көреміз, естімейміз. Еліктеуіш есту арқылы пайда болған сөз болса, бейнелеуіш көру арқылы пайда болған сөз. Яғни нені көруіміз мүмкін, оны жеткізе алмауымыз мүмкін. Бір кез келген қимылды, жаңағы айтқандай, томпан етіп кетіп бара жатыр ғой ана бала, мүмкін томпақ бала битіп кетіп бара жатқан. Соған қарап біз, ой, ана бала томпан етіп кетіп бара жатыр дейміз, Негізі томпан деген сөз жоқ қой, былай алып қарасақ. Жай ғана ол баланың жүрісіне байланысты бізде сондай сөз өзімен өзі туып тұр. Және ол сөйтіп халықтың санасында қалыптасқандықтан ол сөз жалпы қолданысқа таралып кетті. Жақсы. Енді еліктеу сөз мағынасына қарай 2-ге бөлінеді деп айттық, Бірінші, еліктеуіш дыбысқа еліктеуге байланысты пайда болған сөз. Ол 3 жағдайда іске асады. Яғни бірінші немесе заттар соқтығысқанда шығатын дыбыстар. Жаңа айттым, 2 стақанды соғыстырсақ, тырс еткен дыбыс шығады. Ол еліктеуіш сөз болып табылады. Немесе телефон қолымдағы, қаламмен соғыстырсам, тарс еткен дыбыс шығады. Жай ғана, бұл да тырс шығар. Жай ғана бір тырс десе, кішкентай ғана тырсылдаған дауыс, дыбыс. Немесе тағы қандай? Кез келген заттар дыбыс соққан кезде пайда болатын дыбыс, Мысалы, мен тақтаға бітіп нетсем, тақ ете қалады, Тақ ете қалды дейм, Ол да қолмен тақтан соқтығысынан пайда болған дыбыс. Себебі тақта ол тегіс зат, сондықтан да ол тақ етіп тұр. Ол да еліктеуіш сөз болып табылады. Бір нәрсені шайнағанда шығатын дыбыстарға келетін болсақ, мысалы, жаңа айтып өттім, сағыз немесе басқа да тамақты шайнап отырған кезде қытыр-қытыр, күтір-күтір, гүрс етіп кейде орехты жейміз, яғни шайнағанда дыбыс, кез келген нәрсені шайнаған кезде шығатын дыбыс ол еліктеуіш сөз. Енді шатастырмаңыздар. Адам шайнандап отырса, адам дыбысты шығармай-ақ шайнандауы мүмкін, Жаңа деп отыруы мүмкін. Ол жағдайда біз оны көріп тұрмыз, Және ол адамның деп отырғаны сізге жағымсыз болып болса, сіз айтасыз, шайнандамай отырыңыз дейсіз, немесе не болды, шайнандап, шайнан етіп отырсын ғой дейміз. Яғни көру арқылы сол айтылған
сөз, шайнан ол бейнелеуіш болады. Ал егер біз оны көрмей жай ғана естіп отырсақ, немесе көріп та естіп та отырып, бірақ естіген дыбысты айтатын болсақ, тықыр етпей отыршы десек, онда ол немесе гүрсіл шайнамаш деген сияқты, қыз балаға олай жараспайды деп өзімізше болып отырсақ, онда ол еліктеуіш сөз болады. Ара жігін ажыратып алмаңыздар, және адамнан шығатын дыбыс немесе жалпы шығатын дыбыстарды айтсам болады. Мына жерде тек қана адам емес, адамнан қандай дыбыстар шығуы мүмкін, мысалы кейде інін немесе сіңілін бір нәрсеге ренжіп, жылап, ұрсып қаласың, мен ол жылайды, ренжиді, келіп отырады қасына, сосын барып деп келе отырады. Сол кезде айтуы мүмкінсің, басқасына айтуы мүмкінсің, анана біреуге қасымда отырып пыш етіп, немесе ауырып отырған адам, пышылдап отыр дейсің. Осындай адамнан шығатын дыбыстар бізде, немесе басқа да дыбыстар, немесе жөтелген кезде сен күрк етіп, немесе гүрс етіп, күрк жақынырақ, күрк етіп жөтеліп отырсың ғой, бір жерін ауырып отырған жоқ па дейміз. Немесе тағы қандай, кейде мысалға да бір адаммен қатты ұрсып қалсаң, әсіресе әйел адамдармен, ол кісілер не айтып жатқанын түсінбейсің. Кейде сондай болады, ұрысқан адамдар не айтып жатқанын түсінбейсің, әйтеуір айғайлап жатады. Сол кезде ұрыс аяқталған сәтте ойлайсың, не баж етіп шыңғырып кетті дейсің. Себебі түсінген жоқсың, сен жай ғана естілген дыбысты ол саған баж деп естіліп тұр. Демек, сол естілген дыбыс сағанды сен еліктеу арқылы, естілген дыбысқа еліктеу арқылы жаңа сөз туындап тұр. Ол еліктеуіш сөз. Немесе тек қана адам емес, мысалы да мотордан, машинадан түрлі дыбыстар шығады, сол мысалғы мотордан шығатын дыбыс, моторын гүрілдеп тұр ғой дейміз. Ол да еліктеуіш сөз болып табылады. Немесе автобус қиқ етіп тоқтады дейміз, тежеуішті бір кенеттен басып қалса, ол да еліктеуіш сөз. Яғни кез келген затқа адамнан шығатын, заттарды соғыстырғаннан шығатын, адам тамақты жегенге байланысты шығатын, сырттағы қоршаған ортадағы құбылыстардан шығатын, табиғаттан шығатын дыбыстардың барлығы, дыбыстарға еліктеуден пайда болған сөздердің барлығы бізде еліктеу, оның ішінде еліктеуіш сөз болып табылады екен. Ал енді бейнелеуіш сөзге келетін болсақ, еліктеу сөзінің екінші тобы, ол түбір айтып тұр, бейне, ол дыбыс емес, ол бір заттың қозғалысына, немесе адамның қозғалысына байланысты пайда болатын сөз. Мысалы, әртүрлі қимылды білдіретін сөздер. Кейбір қыздар соншама майысып кетіп баратқанда айтамыз, қиқан етіп кетіп баратыр ғой дейміз, немесе мысалға да бір жұмсақ зат кейде былай бұлқылдап тұрады ғой, мысалы бұлқылдап деп айтып тұрмын, ол да бейнелеуіш сөз, соны бұлқылдауын біз айта алмаймыз ғой сипаттап. Сондықтан біз айта саламыз, ол бұлқылдап тұр, соншалықты жұмсақтығы, соншалықты, немесе адамда бұлқылдауы мүмкін, ой, не болды мына адамға сонша бұлқылдап қалды ғой деп, кейде бүйтіп деп тұрса, ол да бейнелеуіш сөз болып табылады. Түрлі қимыл, жаңа айтып кеттім, мысалы да томпан, толық адамдар бүйтіп томпандап кетіп баратса, сүйкімді көрінеді. Соны айтамыз ғой, томпандап келе жатыр. Аюдың томпандап жүргенін көрсек, томпан етіп жүр ғой дейміз. Ол да бейнелеуіш сөз болып табылады. Әртүрлі көріністер, әртүрлі қимыл, бұның барлық қимыл, ал көрініс, қандай көрініс болуы мүмкін? Бағана айтып кеттім, күн шуағын шашып тұрса, шуағын шашып қатты бізге түсіп тұрғанды шақырайып тұр дейміз, сөйтіп бір сөз шығарып алдық. Немесе найзағай жарқылдаса, бағана айтқанымда, бітіп жарқ-жұрқ етті дейміз. Оны көрдік, жарқ-жұрқ деген, жарқылдау деген сөзден біз шығарып алдық жаңа сөз, жарқ-жұрқ етті. Немесе тағы қандай сөз, мысалы, үйдегі перде, даладан желден мысалға бітіп қозғалып тұрса, перде желп етіп тұр дейміз. Ол да біз көреміз, оның қимылын, перденің, соған байланысты бізде жаңа сөз туындайды. Соған байланысты біз сөз шығарып аламыз өзімізбен өзіміз кешіріңіз. Ол бейнелеуіш сөз болып табылады екен. Жалпы осы. Енді еліктеу сөз сөйлемде қызмет атқарады, түрлі қызмет атқарады. Мына жерге жазып алдым, міне, мысалы,
көмекші етістікпен тіркесіп келген еліктеу сөз заттанып бастауыш болады. Егер көмекші етістікке тіркесіп келсе, бұл жағдайда әрқашанда көмекші етістікке тіркесіп келген сөз заттанып кетпейді. Кейбір жағдайда ғана сұрақ қою арқылы ғана білсеңіздер болады. Сосын білесіздер, заттанса ол көп жағдайда сөйлемнің алдыңғы орнында тұрады, бірінші болып тұрады. Заттанат әрқашан қандай жағдайда, егер де ол еліктеу сөзге көптік жалғау жалғанып тұрса. Мысалы, балпан еткендер келе жатыр. Кімдер? Балпан еткендер. Егер біз балпан еткен адам келе жатыр десек, ол уже бастауыш болмайды, қандай адам деп, адам болып кетеді. Сондықтан да балпан еткендер көп жағдайда еліктеуіш сөзге еліктеуіш емес, жалпы еліктеу сөзге көптік жалғау жалғанып жатса, ол міндетті түрде бастауыш қызметін атқарады. Екінші, еліктеу сөз көмекші етістікпен тіркесіп келіп, күрделі баяндауыш қызметіне жұмсалады. Оны бағана айтып кеттім, ол өте жеңіл, яғни күрделі баяндауыш деп отырғанымыз, жалпы күрделі деп отырғанымыз, ол екі сөзден басталатын сөз. Кез келген, зат есімнің күрделі болсын, сын есімдегі күрделі болсын, сан есімнің күрделі сөзі болсын, барлығы екі немесе одан да көп сөздердің құралуы арқылы жасалған сөздер, ол күрделі сөздер. Бұл жерде де ет деген көмекші етістік жалғанса, міндетті түрде ол әрине баяндауыш болады. Екі етістіктің қосындысынан жалғанып тұрса, ол баяндауыш болады. Мысалы, мотордың дауысы гүр етеді, Жай ғана гүр етеді дейтін болсақ та, ол күрделі баяндауыш, гүр етеді десек те, ол күрделі баяндауыш қызметінде жұмсалады. Жеңіл. Үшінші, еліктеу сөз көмекші етістікпен тіркесіп келіп, сондай-ақ заттанып толықтауыш болады. Еліктеу сөз бізде, яғни әмбебап, заттанат, баяндауыш, етістік болады. Мен салдыр гүлдірді естіген соң тұрдым, ұйықтап жатам, подъезде бірдене тарсылдап кетеді, салдыр гүлдір дыбыстар шығып кетеді. Сондықтан мен айтамын, салдыр гүлдір дыбысты деген сөзді қысқарта саламын да, соны салдыр гүлдірді деп қолдана саламын. Яғни салдыр гүлдірді естіген соң орнымнан тұрып тексердім, не дыбыс екен, бұл барлығы дұрыс па. Яғни нені салдыр гүлдірді, нені деген бізде толықтауыш қызметін атқарып тұр. Зат есім, егер де біз оны сөз табы ретінде талдайтын болсақ, ол зат есім, ал егер сөз құрамына қарай талдайтын болсақ, сөйлем мүшесіне қарай талдайтын болсақ, ол толықтауыш болады екен. Яғни еліктеу сөз бізде бастауыш та болып тұр, баяндауыш та болып тұр, толықтауыш та болып тұр. Негізі біз синтаксис тақырыбына әлі де алда келеміз, сол кезде тағы да тереңірек тоқталатын боламыз. Еліктеу сөз етістікпен тіркесіп пысықтауыш болады. Көп жағдайда байқайсыздар, алдыңғы сабақтарда да сізге айттым, сөздер көп жағдайда егер етістікпен тіркесіп, етістікпен тығыз байланыста болып жатса, ол пысықтауыш болады, сөйлем мүшесі ретінде. Тамақ бұрқ-бұрқ етіп қайнап жатыр. Қалай қайнап жатыр? Бұрқ-бұрқ етіп қайнап жатыр. Ол пысықтауыш. Ол гүрс-гүрс өтіп жөтеліп отыр. Қалай жөтеліп отыр? Гүрс-гүрс өтіп, Ол қиқан-қиқан етіп ырбындап отыр десек, Қалай қиқан-қиқан, қиқалан-қиқалан етіп келе жатыр. Қалай келе жатыр? Қиқалан-қиқалан етіп келе жатыр. Мотордың дыбысы гүр-гүр етіп естіліп тұр. Қалай естіліп тұр? Гүр-гүр етіп естіліп. Оның барлығы мысалы, перде желп-желп етіп тұр, немесе көйлегін желп етіп тұр. Жоқ, бұл жерде толықтауыш болмайды, пысықтауыш болмайды. Түсінікті, Келесі, еліктеу. Сөз көмекші етістікпен тіркесіп, зат есім алдында тұрып анықтауыш болады дейді. Еліктеу сөз көмекші етістікпен тіркеседі, зат есім алдында тұрады және анықтауыш болады. Көмекші етістік деп отырғанымыз, еткен, сырттан тырс еткен дыбыс шықты. Қандай дыбыс? Тырс еткен дыбыс. Алыстан гүрс еткен мылтықтың дыбысы шықты, Құдай сақтасын. Бірақ мысал ретінде, демек
қандай дыбыс? Гүрс еткен дыбыс. Немесе көршілерден тықыр еткен дыбыс шығып жатыр. Қандай дыбыс? Тықыр еткен дыбыс. Яғни не байқадыңыздар? Еліктеу сөз бізде өте әмбебап екен. Еліктеу сөз. Еліктеу сөзге жұрнақ та жалғанады. Еліктеу сөз еліктеу сөзден туынды зат есім пайда болады. Еліктеу сөзден туынды етістік пайда болады. Еліктеу сөз бізде құрамына қарай екіге бөлінеді, тұлғасына қарай екіге бөлінеді. Еліктеу сөз мағынасына қарай екіге бөлінеді. Және сөйлемдегі қызмет ретінде, сөйлем мүшесі ретінде ол бастауышта, баяндауышта, толықтауышта, анықтауышта, пысықтауышта болады екен. Жалпы еліктеу сөзге қатысты айтарым осы. Сонымен бүгінгі өткен тақырыбымыз еліктеу сөз. Еліктеу сөз ең жеңіл тақырыптардың бірі. Сонымен еліктеу сөз тақырыбына арналған сабағымыз осымен тәмам болды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.